Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен сұранысқа ие өте нәзік буйфай тортын дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен шоколадымыздың үстіне сары майымызды салып ерітіп аламыз. Шоколадымыз ерігенше құрғақ масалығымызды дайындап аламыз. Оның үстіне какао, ас қопсытқышымызды салып, араластырып бір шетке қойып қоямыз. Ендігі кезекте жұмыртқамызды жарып, оның үстіне қантымызды салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Қантымыз ерігенше. Еріп тұрған шоколадымыз бен құрғақ ингредиентімізді салып, жақсылап тұрып араластырып, үшке бөліп пісіріп аламыз. Ендігі кезекте кремімізді дайындаймыз. Сливкеміздің үстіне қант, маскарпонені салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Креміміз дайын болған болса, мінекей қошықтарымыз да дайын болды. Енді қошықтарымыздың үстіне осылай видеодағыдай етіп салып аламыз. Мінекей өте нәзік әрі жұмсақ болып шықты. Егер тортыңыз ойдағыдай болғанын қаласаңыз, таразбен жұмыс істеуге кеңес беремін. Тортты өз қалауларыңыз бойынша безендірсеңіздер болады. Мен үйге дайындағандықтан тек қана шоколад қолдандым. Рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.